Жақсы, мінекей балалар, Астана қаласынан келген ұлттық мұражайдың жәдігерлерімен өздеріңіз танысып шықтыңыздар, иә? Ұнады ма сіздерге жалпы? Ең басты бұл жаңа тағы да айтып өттік, елбасының биылғы 2017 жыл 15 сәуірде шыққан рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты үлкен мақаласының негізінде осындай облыс өңірінде республика бойынша біраз жұмыстар атқарылып жатқаны белгілі. Ұлттық санаға байланысты өзіндік үлкен білдірген пікірі бар, иә? Яғни әлемде бағыты әлі бұлыңғыр жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп алған таптаурын қағидалардан арылмасақ көш басындағы елдермен тереземізді теңеп иық түйістіру мүмкін емес дейді. Ата-бабалардың тарихынан қалған әсіресе ұлттық құндылықтар, ұлттық мәдениетті насихаттай отырып, бұны жаңа заманға жаңғыртып, жаңа күйінде жеткізу қажет деп айтып өткен болатын. Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын дейді. Яғни ол біріншіден ұлттық коды, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай да не болмайды дейді. Жаңғыру болмайды дейді. Сондықтан да екіншісі, осыны алға басу үшін, әрі қарай дамыту үшін, мемлекетті көркейту үшін, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп насихаттау үшін, ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тартуымыз қажет. Ұлттық код деген бұл біздің тарихымызда жатқан, біздің баяғыдан келе жатқан салт дәстүрлеріміз, біздің мәдениетіміз, ауыз әдебиетіміз, барлығы сол біздің ұлттық кодқа жатады деп ойлаймын. Және ұлттық код қайда деген сұрақ туды. Мына жерде ұлттық код, оның барлығы тарихта жатыр. Сол ұлттық кодты біз мысалы сол ішіне жататын мәдениетімізді бәрін жаңғыртып, соны жаңа өмірде қолдану біздің бейнесі. Ұлттық код ол біздің рухани байлығымыздың бейнесі, біздің жүрегіміздің қазақ екендігін көрсететін бейне. Салт дәстүріміз, рухымыз, ертеден келе жатқан қасиеттеріміз, қонақжайлығымыз және қазаққа ғана тән қасиеттеріміз. Ал ұлттық код қайда дейді? Ұлттық код деген, мысалға біздің оқитын қазақ әдебиет сабағында, Қазақстан тарих сабақтарында біз мысалға Махамбет Өтемісұлының өлеңдерін оқи алып, біз рух аламыз. Ұлттық код дегеніміз мен ойымша ұлттық бірыңғайлықты қалыптастыру. Мысалы, салт дәстүрімізді бәріміз бөлінбей, тек қана бір бағытта, бір ұстанымды қолдана білу. Қазақ деген ұлт этнос ретінде болмысымызды сақтап төтеп бере аламыз ба? Егер де қазақ қазіргі кездегідей бейбітшілік уақытта және де өзінің мәдениетін, дінін, тілін жақсы дамыта алатын болса, әрине қазақ ұлты осы барлық кедергілерге төтеп бере алады. Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру үрділерінің қатері не деп ойлайсыз? Бірінші қатері ол тіл білмеушілік. Дұрыс айтасыз. Сондықтан біз әдебиет және қазақ тілі пәндерін дамытып, оны тереңдетіп оқуымыз жөн. Және екінші қатері осы Қазақстан жерінде 18 миллион адам тұрамыз. Сонда ауызбіршілік болса ғана біз ұлттық жаңғыруға бет бұрамыз. Біз осы 21 ғасырда бір ғасырға татитын жұмыстардың барлығын осы тәуелсіздік алғалы бері 20 жылдың ішінде жасап тастадық. Ол кісі дұрыс айтады, бірақ ол қандай бағытта жасады? Ол кісінің жобалауынша, мысалы, экономика және саясаттық мәдениетте жүрді. Ал сол екі жаққа біз көптеген жаңағы ой санамызды бүкіл сол жаққа беріп, бізде ұлттық сана деген бір жақ кішкене ашқалып қалды да. Енді сол минусымызды ретке келтіру үшін ең керек жақ осы біздің осы Нұрсұлтан Әбішевтің жақында шығарған осы мақаласы болып саналады. Ешне керек дейді, жарайды біз кірдік. Бірақ жаңа 30 мемлекет біздерді Қазақстан мемлекеті қашан келеді деп күтіп отырмайды. Олар да дами береді, олар да дамуға тиіс. Біздер де қазақ елі сол себепті бір орында тоқталып қалмай біз жан-жақты болуымыз керек та. Экономикалық, саясат, рухани байлық барлығын бірдей ұстап, бірігіп тұрықтай болып, бірігіп жетістікке бірге жетуіміз керек. Ол үшін біз не істейміз? Әрбір адамның ой санасында бір елім деген бір патриоттық сезім ояну керек ол үшін. Сондықтан да мәңгілік ел болу үшін, қазақ елін әлем одан сайын тану үшін оның барлығы сіздердің қолдарыңызда. Мәңгілік ел болу жолындағы ұлы істеріңіз жаңа дәуірлерге жол ашсын.
келіңдер. Қыздар, келіңдер, жігіттермен қара жырға билейік. Келіңдер. Ой, бәрі. Ой, жарай жігіттер қане. Hop, бәрі.